Оқу-ағарту министрлігі Абай облысының және Абай ауданының білім бөлімінің қолдауымен 14-17 тамыз аралығында өтетін 23-ші республикалық Абай оқуларының ашылу салтанаты өтті. Армысыздар, құрметті оқушылар мен ұстаздар, құрметті қонақтар, ұлы ақын дана ел қамқоры бола білген Абай атамыздың өмір шығармашылығына арналған шеруімізге барлықтарыңыз қош келдіңіздер. Ашылу салтанатына Абай облысы әкімінің орынбасары Шалқар Байбеков, білім басқарма басшысының міндетін атқарушы Нұржан Ахметқалиев және дарын білім беру орталығының қызметкерлері қатысты. Келген қонақтар Абай алаңындағы ұлы ақынның мүсініне гүл шоқтарын қойды. Қадірменді қауым, құрметті шақырылған қонақтар, 23-ші республикалық Абай оқуларына қатысушы ұстаздар мен оқушылар, данышпан Абай туған, өмір сүрген, өлмес туындыларын жазған қасиетті киелі ұлылар мекеніне қош келдіңіздер. Баршаңызды поэзия тойымен, білім мерекесімен, Абай шәкәрім жырларының салтанатты құрған мерейлі күнімен құттықтаймын. Абай облысында бірінші рет республикалық Абай оқулары өтеді. Жыл сайын Абай оқуларына қатысушы жас дарындардың саны артып келеді. Абай мен шәкәрімнің 300-400 өлеңін, жаңа қара сөздерін жатқа оқушының поэзияға деген сүйіспеншілігін арттырып, ойлау қабілеттерін жетілдіреді. Сондай-ақ өмірге деген көзқарастарын қалыптастырады. Бұл біздің мәңгілік еліміздің өмір артар болашақ жастарының үлкен жетістігі. 23-ші республикалық Абай оқулары 3 бөлім бойынша өткізіледі. Бірінші кезең өлең сөздің патшасы сөз сарасы. Абай шәкәрім шығармаларын қаншалықты білетінін сынау. Екінші көңілі мәндоғада ақындардың әндері мен күйлерін орындау. Үшінші жүзден жүрек озар жастардар байқаумен жалғасып, Абай әлемі тақырыбында эссе жазумен аяқталады. Сайыс соңында жеңімпаздар мен жүлдегерлер қаржылай және материалдық сыйлықтармен марапатталатын болады. Абай облысының Аягөз ауданында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың 2025 жылға дейін 2400 мегаваттан кем емес жаңартылатын энергия көздерін іске қосу жөніндегі тапсырмасын іске асыру аясында қуаты 100 мегаватт Абай 1 жел электр станциясы іске қосылып, энергия көзі өндіріле бастады. Жобаны іске асыру жаңартылатын көздерді жалпы энергия жүйесіне белсенді интеграциялаудың жалғасы болып табылады. Ол желіде шамамен сағатына 300 миллион киловатт қосымша электр энергиясын беруге мүмкіндік береді. Аягөз ауданы Бозай ауылы маңынан сақтар кезеңіне жататын қорым табылды. Археологтардың сөзінше, қорымды бұған дейін біреулер тонап үлгерген. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің археологтары қорымнан адамның шашылған сүйектері мен алтын әшекейлердің қалдығын тапты. Экспедиция мүшелерінің болжамынша, биіктігі 3 метр, диаметрі 30 метрден асатын қорғанда ерте темір дәуірінде өмір сүрген сақ қолбасшы жерленген болуы мүмкін. Ғани Омаровтың жетекшілігімен қазба жұмыстарын жүргізіп жатқан археологиялық топ бұл маңнан әртүрлі кезеңге жататын 60-қа жуық ескерткішті анықтаған еді. Жас ғалымдардың пайымынша, бұл сақ кезеңіне жататын қоныс болуы да әбден мүмкін. Аудан әкімі Ахметқали Нұрғожин аудан орталығындағы құрылыс жұмыстары жүргізіліп жатқан бірнеше нысандарды аралады. Дене шынықтыру сауықтыру кешенінде болып құрылыс қарқынын көрді. Сондай-ақ Лесной шағын ауданында жасалып жатқан көпір құрылысымен танысты. Сонымен қатар Жеңіс саябағындағы сахна құрылысының барысын бақылап, акция аясында саябақ пен орталық көшедегі жаяу жүргіншілер жолы арам шөптер мен ағаштардан тазартылатындығын жеткізді. Жұмыс қарқыны жақсы, жоспарға сәйкес аяқталатын болады, дейді өңір басшысы. Көкпекті ауданының әкімі жұмыс сапармен Ажа ауылында болды. Онда ауыл жастарының бірлігі арқасында өз қаражаттарына салынған спорт алаңының ашылу салтанатына қатысты. Бұл ауылдың ауызбіршілігі көптеген ауылдарға үлгі болып келеді. Осындай тамаша спорт алаңдары ауданымызда кемде-кем, дейді өңір басшысы. Аудан әкімі осыған дейін де Ажа ауылына сапармен барып, сол уақытта спорт алаңының жағдайымен танысып, жастардың бірлігіне тәнті болып қайтқан еді. Синоптиктердің мәліметінше, Абай облысының кей өңірінде апта ортасында күн салқындайды, бірақ жауын-шашын болмайды. Аптаның ортасына қарай ауа райының температуралық деңгейі біртіндеп төмендейді. Республиканың шығысында түнгі және таңертеңгі сағаттарда топырақ бетінде 2 градусқа дейін ызғар болуы ықтимал. Жаңбыр жауып, найзағай ойнап, жел екпіні күшеюі мүмкін.